Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай су құбырын тазалап алатын боламыз. Өте керемет, міне көріп тұрғандарыңыздай күшті қылып тазалайтын боламыз. Менің каналыма қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мен алдыда видеолар шығаратын болам. Бірінші болып көретін боласыздар. Біз осындай 5 затпен тазалап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай су кетпей тұр. Біз осы затпен тазалап алатын боламыз. Қолдың көмегімен істесеңіз кетеді, басқа уақытта су. Жарты стакан 100 граммдай тұз саламыз. Порошок салатын боламыз 100 граммдай. Ас содасын саламыз 100 грамм. 2 қасық лимон порошогын салатын боламыз. 2 қасық 70% уксус құятын боламыз үстіне. Осыдан құйған кезде шамалы ғана ракса береді. Кейін қайнаған су құйсаңыздар, өте жақсы көпіретін болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар. Өте керемет болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай реакция беретін болады. Сөйтіп құбырдың ішінің бәрін тап-таза қылып, майлардың бәрін, қақтардың бәрін тазалап кетеді. 1 сағаттан кейін құйсаңыздар болады, емесі құйып посуда жуып пайдалана берсеңіздер де болады. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпағайсыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, тап-таза болып шығатын болады. Қош сау болыңыздар.